Сәлем, құрметті достар. Сіздермен Айнұрдың саяжайы және мен Айнұр. Аузыңнан кетпейтін таңқурай жемісі жайлы сөйлесеміз. Мынау менің былтыр отырғызған таңқурайларым, бірақ бұл осылай жерде жатыр. Бұлай қойып қоюға әрине болмайды. Сондықтан бұл жағдайды біз қазір бірге түзейік. Арнадан ажырамаңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай, таңқурайлар қыстан кейін осылайша жерге жайылып қалған. Егер біз оларды дәл осылай қалдырсақ, олар шіріп күннің көзін көрмей, дұрыс өспей қалады. Сол үшін бүгін біз оларға еркіндік сыйлаймыз, бойын тіктеп байлап шығамыз. Мынау гүлі жайлап гүлдеп жатыр. Енді мына біреулер тұрып тұрғанмен, енді мына бір жапырақтары жатып қалғанда, осыны түзеу үшін біз екі жақтан қада қақтық. Ол мынандай қадалар, әрбір қарыққа осындай ұзындығы, биіктігі 1,5 метрдей қада қағып шықтық. Мінекей достар, мынау шамамен бір 20 сантиметрдей биіктікте осылай сымды өткізіп алдық. Осы сым енді анау қарықтың басына барады. Қарықтың басынан бір байлап, айналдырып алып келіп бер. Міне достар, қарықтың басы бір айналдырып алып қайтадан ана басына апарып байладық. Сонда таңқурай осы мінекей осы екі сымның ортасында қалды. Нәтижесінде жерге құламай мінекей осылай өсіп тұрады. Достар, қадалардың аралары 1,5 метрдей болса жақсы. Осылай ашық етіп жасасаңыздар, қарықты арасынан өздеріңіз жидекті жинағанда осылай еркін жүресіздер. Мен осының алдында таңқурайларым өте бір жиі орналасып, өзім жидек жинауда қиналған сәттерім болды. Мінекей қадаларды сырлап қойдық. Осымен жұмыс өз мәресіне жетті. Таңқурайлардың бойлары тіктеліп, сонымен қатар аралары ашылып, еркін ауа алмасу процесі де жүреді.